Саламатсыздар ма? Менің атым Ақторған. Мен сіздерге бүгін кестелі оюдың шетіне қалай моншақ тігу керек екенін көрсеткім келіп тұр. Сіз менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңыз. Міне осындай ақ орамалдың шетіне, үш бұрышына осындай моншақ тағамыз. Орамалдың шетін аламыз, жіп өткіземіз, екі тін қылдырып. Міне мына көрініп тұрған үлгідегідей стеклярус, беконус қосып, және одан ірі моншақтар қосып, моншақ тіземіз. Осылай моншақтарды тізіп алдық. Барынша өзіңізге ұнағанынша әдемі қылып тізіп алдық. Енді осы жіпті бір бисер салып, қайтадан кері қарай қайтамыз. Кері қарай қайтып келіп, жібіңізді орамалдың шетінен қайтадан шығарасыз. Сосын бір тігіп, қайтадан екінші моншақтан шығасыз, қайтадан үлкен моншақтан. Дәл жаңағыдай өзіңізге ұнаған үлгіде беконус стеклярус салып, және жемчугтар қосып араластырып, өзіңізге ұнаған түстен тізбек жалғастырып аласыз. Қайтадан кейін қайттық. Соңына дейін барып, орамалдың шетінен қайтадан шығарасыз. Енді үшінші қайтара екінші моншақтың астынан шығып, тағы да сондай тізбек қайталап өтеміз. Сол кезде үш тінді моншақты шет болып шығады.
Әдемі моншақты орамалдың шетін тіктік. Осылай үш бұрышына тіксеңіз болады. Орамалыңызға әдемі көрік беріп тұрады. Міне енді дайын орамалымызды жіберуге дайындап жатырмын. Көріп тұрғаныңыздай осылай бүктеп, салфанға салып, товарный вид дейді ғой, сатылымға дайындап жіберіп жатырмын. Оның алдында вышивкасын шифон матасына тігіп кестесін дайындап қойғанмын. Сондықтан міне осындай әдемі ақ орамалдар дайын болды. Қарап шыққаныңызға. Осы каналда болып қарап шыққаныңызға рахмет. Лайк басып,
каналға жазылып қолдау көрсетіп кеттіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.